Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бұрыннан келе жатқан, өздеріңізге таныс Наполеон тортының классикалық түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортқа керекті заттарды алдын ала дайындап шығарып аламыз. Мен тортты планетарлық миксерде жасайтын боламын. Қолмен жасасаңыздар да болады. Ең алдымен құрғақ ұнды саламыз және де тоңазытқыштан шығарылған сары майды 4 бұрыштап турап аламыз да, оны жаңағы ұнның үстіне салатын боламыз. Аздап тұз себеміз. Барлығын үгінді болғанға дейін араластырамыз. Енді ұнның үстіне жұмыртқаның 2 данасын және де мұздай суды құйып, қамыр илейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды жаңағы мешочыққа салып, тоңазытқышқа 30 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Яғни біздің қамырымыз қату керек. Қамыр дайын болды. 30 минуттай тоңазытқышта ұстадым. Енді бұл қамырды 10 бөлікке бөлемін. 1 бөлігін алып қаламын, қалған 9 бөлігін тоңазытқышқа қойып қоямын. Себебі бұл жерде сары май болғандықтан, яғни қамырымыз жылы жерде тұрса, жұмсарып кетеді да, яғни қамыр жайған кезде ыңғайсыз болады. Сондықтан 9 бөлігін холодильникта сақтап, керегінше бір-бірден алып қолданамыз. Келесі қамырды 1 бөлігін дөңгелектеп аламыз. Астына пергамент қағазын төсеп, құрғақ ұнымызды себеміз, дөңгелек қамыр жазатын боламыз. Қамырдың қалыңдығын 2 мм-дай қылып аламыз және де 20 см осындай формамен кесіп аламыз. Қамырдың барлығын осылай жазып шығамыз және де дөңгелек формамен дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Қамырды 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Міне достар, менің қамырым пісіп, осылай дайын болды. Артық қамырды мен мешочыққа салып, ұсақтап алатын боламын. Келесі қамырды жинайтын боламын. Мен бұл тортқа қайнатпалы кремді қолданамын. Келесі қамырды бір тарелкаға салып, оның үстіне 3 қасықтай крем саламыз және де жан-жағына жағып шығатын боламыз. Солай барлық қамырды әрбіреуін солай жинақтап шығамыз. Енді торттың барлығын жинап болған соң, бағанағы ұсақтап алған осындай үгінділерді торттың бетіне, жан-жағына сеуіп шығамыз. Енді тортымыз балғын әрі жұп-жұмсақ болу үшін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне достар, біздің тортымыз толығымен дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, балғын болып шыққан. Достар, бұл Наполеон тортының классикалық түрі, яғни оңай
әрі тез жасалады, және де бастысы қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Торт өте дәмді әрі ылғалданып керемет болып шыққан. Достар, осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Алдағы уақытта мен басқа да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.